Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз дененің шеңбер бойымен қозғалысы. Шеңбер жасау арқылы қозғалыс жасаса дене қисық сызықты қозғалыс болады. Осыған байланысты есептер шығаратын боламыз қазір. Дененің шеңбер бойымен қозғалыс кезіндегі негізгі қажетті физикалық шамалар ол шеңбердің радиусы, бұрыштық жылдамдық, сызықтық жылдамдық, үдеу, айналу периоды, жиілігі, уақыт, айналым саны, тағы сол сияқты. Мына тапсырмаға назар аударайық. Дененің бұрыштық жылдамдығы 3,14 радиан бөлінген секунд болса, оның дөңгелек бойымен айналу периоды неге тең дейді? Дөңгелек бойымен айналу периоды неге тең? Омеганың формуласы бар, 2π бөлінген т. Осы формуладан түрлендіріп шығара саламыз есепті. 2π бөлінген омега тең болады 2 көбейту 3,14, омегамыз 3,14 қысқарып кетеді, тең 2 секунд деген жауап. С жауап. Келесі 39-шы тапсырмаға назар аударайық. Вентилятор қалақшаларының бұрыштық жылдамдығы 6,28. Тағы да бұрыштық жылдамдық берілген. 30 минуттағы айналым саны дейді. Уақыт берілген, кішкентай т. Оны біз айналдырамыз. 30 минутты секундқа айналдыру үшін 30-ды 60-ға көбейтеміз. 1800 секунд. Айналым санын табу керек. Айналым саны n деп белгіленеді. Енді шығарамыз есепті. Тура жаңағы есептің формуласы арқылы т-ны тауып аламыз. Яғни 2π-ді омегаға бөлеміз. Т-ның бізде формуласы бар. Кішкентай т-ның n-ға қатынасы деген. Осыдан n-ді таба саламыз. Кішкентай т-ны үлкен т-ға бөлеміз. Бірінші үлкен т-ны есептеп алайық. 2π бөлінген омегамыз 6,28. Пи-дің орнына 3,14-ті қоямыз, екеуін қысқартамыз. 3,14 2-ге көбейтеміз, 6,28 ғой. Яғни 1 секунд шықты. Сонда біз n-ді табу үшін 1800-ді 1-ге бөлеміз. Сонда 1800 деген жауап шығады екен. Келесі тапсырма. Келесі тапсырма бізде 40-шы тапсырма. 8π радиан бөлінген секунд бұрыштық жылдамдықпен айналып, оның айналымды жасайтын уақыт дейді. Омега тең 8π радиан бөлінген секунд. Айналым саны 1000. Кішкентай т-ны табуымыз керек. Уақыт, тербеліс периоды деген жоқ. Уақыт шатастырмаймыз, кішкентай т-ны анықтау керекпіз. Омега тең 2π бөлінген т. 2π бөлінген кішкентай т көбейтілген n деп жазып жүрсек болады. Бір ғана формуламен шығару үшін. Енді осы формуладан, мына формуладан n-ді табайық. Омега т-ны 2π-ға бөлеміз. Сонда омегамыз 8π, т бізде жоқ, бізге n-ді емес т-ны анықтау керек. Т-ны анықтау керек болса, 2π-ді омегаға бөлеміз, балалар. 2π, бізге керек емес. 2π-ді біз омегаға бөлеміз. 2π көбейту n-іміз бізде 1000. Омегамыз бізде 8π. Қысқарды. 4-ді 4-ке бөлеміз. 250 секунд. Келесі 41-ші тапсырма. 41-ші тапсырма. Сағаттың секундтық тілі 5 рет айналғанда, оның минуттық тілінің бұрылу бұрышы қаншаға тең дейді. Сағаттың секундтық тілі 1 рет айналғанда, секундтық тілі 1 рет айналғанда, оның уақыты 60 секунд қой. Минуттық тілінің бұрылу бұрышы дейді.
минуттық тілінің бұрылу бұрышы. Фиді табу керек. Так, тапсырман. Сағаттың секундық тілі 5 рет айналғанда, я? Сағаттың секундық тілі 5 рет айналғанда. Сызбасын сызып алайық бірінші. Мынау сағат болса, мынау секундтық тілі болса, секундтық тілі 5 рет айналған кезде, ол деген секундтық тілі 5 рет айналған деген, ол бізде 1 секундта 1 минутта 60 секунд бар. 1 минутта 60 секунд бар. Ол 5 рет айналса, яғни бізде 5 минут болады, я? 5 минут болады. Яғни 300 секунд. Так, 5 минут болған кезде сағаттың өзі бөліктеріне қараймыз ғой, мысалы, сағат мына жерге келгенге минуттық тілі мына жерде болады мөлшермен, я? 5 минут өткен кезде. Минуттық тілі бастапқыда мына жерде тұрса, 5 минуттан кейін мына жерге келеді деп аламыз, я? Логический түрде ойланып шығара салсақ та болады бұл есепті. Так, фи бұрыш, мына толық шеңбер бойынша, фи ол радианмен өлшенеді. Бұл бұрылу бұрышы деп аталады. Бұрылу бұрышы. Фиді біз доға бойынша r-ға қатынасы деп шығарсақ та болады, бірақ жеңіл жолы фи, мына жерде өлшем бірлігі радиан деп жазайық. Бұл есепті шығарудың тиімді жолы мына тәсіл. Толық айналым жасаған кезде 360 градус болады. 360 градус болады. Толық бір айналым жасаған кезде 360 градус болады. Так, 360. Енді мына жерде сағат. Так, 12 болсын. Мына жерде 3 болсын, мына жерде 6, мына жерде 9. 4-ке бөліп қарастыратын болсақ, әр ширегіміз 90 градусқа дейін. 5 минутқа келген кезде 1, мына жер 2 болады. Сонда мына жеріміз 90 градус болатын болса, және 5 минутқа келген кезде ол 90-ның 3-тен 1 бөлігі деген сөз. Сонда 30 градусқа тең. Осылай ойланып шығара салсақ болады екен бұл есепті. Келесі 42, 42-ші тапсырма. Материалдық нүкте 5 секунд ішінде бір айналым жасаған шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалса, оның бұрыштық жылдамдығы дейді. 5 секунд ішінде бір айналым жасады. Бұрыштық жылдамдығын анықтаңыз дейді. Омеганы табамыз, е? Омеганың формасы 2π бөлінген үлкен Т, кішкентай Т-ның n-ға қатынасы, сонда омегамыз бізде 2π бөлінген 5. 2π бөлінген 5. 2 көбейту 3/14 бөлінген 5. Так. 2 көбейту 3/14 бөлінген 5. 1/256 радиан бөлінген секунд. 1/256 деген жоқтағанда 1/126 радиан бөлінген секундқа жоқтайды. Так, келесі тапсырма. 43. 1 секундта 25 айналым жасады. Так, шығара аламыз бұны. Т тең 1 секунд, n тең 25 айналым жасаған кезде бұрыштық жылдамдығын тап. Тағы да солай. 2π бөлінген үлкен Т-ны біз кішкентайды бөлінген n деп жазып жүрек. 1 секунд астында қалды. Тең 2 көбейту 3. Так, енді есептің шығарған кезде бірден жауабына қарай барлығы π деген жауаппен тұрғандықтан біз π-дің орнына 3/114 қоймай
Так, 43. Мені қайта-қайта 3 қалып жатыр. Так, 43 25 айналым 1 секундта омеганы тап дейді. 2 пи бөлінген үлкен Т дегеніміз кішкентай т-ның n-ға қатынасы. Осылай жаза салдық. Астында 1, үстінде 2. Жауаптың бәрі пимен сұрап тұрғандықтан пидің орнына санды қоймай қояйық. 25 тең болады 50 пи радиан бөлінген секунд. 50 пи. Жақсы. Келесі 44-ші тапсырма. Материалдық нүкте 10 секунд ішінде бір айналым жасай. Шеңбер бойымен қозғалса, оның бұрыштық жылдамдығы дейді. Т тең 10 секунд, n тең 1. Бір айналым 2 пидің т-ға қатынасы, яғни 2. Бұл жерді орнына қоямыз, пидің орнына. Т-мыз бізде 10-ға тең. 0,628 радиан бөлінген секунд жауабы. Жауабы. Келесі бұрыштық жылдамдық берілген. 400 айналым дейді, уақытты табу керек. Бұрыштық жылдамдық 8 пи. Так. Айналым саны n 400 табу керек бізге. Уақыт кішкентай т-ны. Так, омега тең 2 пи кішкентай т n. Бізге т-ны табу керек болса, мына екеуінің орнына ауыса салады. Форманы түрлендіргенде. 2 пи n бөлінген омега тең болады. Жауапты пимен сұрап тұрған жоқ. Сол себепті орнына қоя берейік. n бізде 400-ге тең. Омега бізде 8 пиға тең. Қысқарып кетеді екен, қысқарды. Мұның бәрі қысқарды, тең 100 секунд деген жауап шықты. Келесі бізде 46-шы тапсырма. 46-шы тапсырма. Радиусы берілген 4 метр. Радиусы 4 метр берілген. Дөңгелектің бетінде материалдық нүкте бір қалыпты в жылдамдықпен, яғни сызықтық жылдамдықпен 4 метр секунд айналады. Материалдық нүктенің үдеуі қандай дейді. Бұл үшін не істейміз? Дененің центрге тартқыш үдеуі, яғни нормаль үдеуі в квадрат бөлінген r формуласымен шығара саламыз. 16-ны 4-ке бөлеміз. 4 метр секунд квадрат. 4 метр секунд квадрат деген жауап. Келесі 47-ге келді, 47. 47-ші тапсырма. Бізде айналу периоды 2 секунд. 47. Айналу периоды 2 секунд. Айналу периоды уақыт өлшем-бірліктері бірдей. Жүктің радиусы 40 сантиметр. Бірден айналдырам, 40-ты 100-ге бөлем. 0,4 метр айналды метрге. Шеңбер бойымен айналса, оның сызықтық жылдамдығы қандай дейді. Сызықтық жылдамдық v әрпімен белгіленеді. Бұрыштық жылдамдық омега әрпімен белгіленеді. Бұрыштық жылдамдық. Оның өлшем бірлігі радиан бөлінген секунд. Сызықтық жылдамдықтың өлшем бірлігі білеміз, метр бөлінген секунд. Енді сызықтық жылдамдықпен бұрыштық жылдамдықтың біз байланыс формасын қолдану арқылы есепті шығарамыз. Сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың байланыс формуласы. Бірінші біз омеганы есептеп алайық, 2 пи бөлінген т-мен. Омеганы есептеп алғаннан кейін біз сызықтық жылдамдықты есептейміз. Осы формуламен. Омегамыз бізде бірден қоясы сақтап алады. В тең болады 2 пи r бөлінген т деп қоясы сақ болады. Жауапты
2 көбейту 3,14 орнына қойдық. R бізде 0,4, T бізде 2 секунд. Қысқарды. Так. 3,14-ті 0,4-ге көбейтеміз 1,256. Тең болады 1,256 метр секунд. Жоқтап алғанда 1,3 метр секунд. Келесі 48. 48-ші тапсырма. Сызықтық жылдамдық беріліп тұр. 48. 0,4 метр секунд. Диаметр 16 сантиметр. 0,16 метр. Айналдыра салайық. Диаметрден біз R-ді таба салайық, себебі біз R-мен шығарамыз есеп 0,108 метр деп. Жартысын аламыз. R-ді табу үшін. Так. Айналу жиілігі ньюді табу керек. Так, бұл есепте B тең омега R формуласы қалады. Осыдан біз омеганы табуымыз керек. Оны R-ға бөліп. Так, оны R-ға бөлейік. 0,4-ті 0,4-ға бөлейік. Так. 0,4-ті 0,108-ге бөлеміз. 5 радиан бөлінген секунд шықты. Омеганы табу алдық. Ары қарай омеганы тапқаннан кейін омега тең 2 пи нью формуласынан ньюді табамыз. Омеганы 2 пиға бөлеміз. Сонда омега бізде 5 бөлінген 2 пи. 2 пи біз 48 шығарып жатырмыз, е? 2-ні 3,14-ге көбейтсек 6,128. Сонда 5-ті біз 6,128-ге бөлеміз. Сонда 0,179 герц. 0,179 герц. Ол бізде 0,8 герцке жоқтайды. Жауап. Келесі 49, я? 49-шы тапсырма. 49-да радиус берілген 0,5 метр. Жиілік берілген 10 герц. Табу керек сызықтық жылдамдық. Тағы да сызықтық жылдамдықты табу үшін бізге омега керек. Омеганы табу үшін 2 пи нью деп қолданамыз. Сонда V-ны тапқан кезде 2 пи нью көбейту R формуласын қолданамыз. 2 көбейту 3,14. Жауапты пимен сұрап тұрмаса, орнына қоя саламыз. Ары қарай. Ньюмыз 10. R бізде 0,15. Мынау қысқарып кетті. Мынау 10 болады. Сонда 31,4 метр секунд. С жауабы. Келесі 50. 50-ші тапсырма. Диаметр 15 метр. Диаметр 15 метр. Бұдан R-ді табу басақ 7,15 метр. Себебі біз R-мен шығарамыз. Жылдамдық мотоциклшы цирк аренасын тұрақты жылдамдықпен 15 минутта бір рет жүріп өтеді. Т тең 15 минут. Так, 15 минутты секундқа айналдырамыз. 15-ті 60-қа көбейтеміз. 900 секунд. Так, бір айналым жасайды дейді. Мотоциклшының центрге тартқыш үдеуі. Центрге тартқыш деп жазып қойып, белгісіз. Так, мотоциклшының центрге тартқыш үдеуі. Центрге тартқыш үдеуі бізде V квадраттың R-ға қатынасына тең. Бізге V-ны табу керек. V-ны табу үшін біз омеганы табамыз. Омега R. Немесе мына жерге орнына қойып жүрейік. Центрге тартқыш үдеудің V-ның орнына омега R-ді қоямыз. Сонда
омега квадрат r квадрат бөлінген r болады. Мына жерде квадрат пен r қысқарады. Сонда бізде омега квадрат r формуласы қалды. Омеганы біз тауып аламыз. Жаңағы формулалар арқылы. Омега квадрат r деп жаздық. Омеганы біз 2π ньюмен шығарсақ болады. 2π бөлінген үлкен тмен шығарсақ болады. 2π нью квадрат r деп жазайық. Бірақ бізде нью берілмеген. 4π квадрат r ньюдің орнына біз n бөлінген тын алайық. Квадраттасақ осылай болып өзгеріп кетеді. Ол енді орнына қоямыз. Пимен сұрап тұрған жоқ. Сол себеп пидің орнына қоя береміз. 4 көбейту пидің квадраты 9,8 жоқтап алғанда r-іміз бізде 7,5. n бізде 1-ге тең. Мына сандарды бөлеміз т квадратқа. 900-дің квадратына. Немесе осылай жазсақ болады. Енді есептейік. 4-ті көбейтеміз 9,8-ге. Көбейтеміз 7,5-ге. Сонда бізде 294 болады. 294-ті бөлеміз 81 мыңға бөлеміз. Сонда бізде мынандай жауап шығады. 810 мыңға бөлеміз. Сонда бізде біз 50-ші есеп шығарып жатырмыз. 0,000036 деген жауап шығып тұр. Метр секунд. Бұл тең болады. Бізде жауапты қандаймен сұрап тұр? 36 2 деп тұр. Мына жауабымыз келеді. В жауабы келеді. Яғни 36 бүтін, мына жақта жоқтап алғанда 2 деп тұр. Мен енді мына жерде 9,8 деп ала салғандықтан бізде 5 шықпай қалды. Енді 36-да 2 көбейту дәреже неше деп жазамыз деп ойланып қалсаңдар, бала, міне мына жерді санаймыз. Үтірден үтірге дейінгі аралықты санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 10-ның жоқ, 3-6-ға дейін санаймыз. 3,6 деп алсақ, мына жерге дейін санаймыз. Сонда үтірден үтірге дейін 1, 2, 3, 4. 10-ның -4 дәрежесі. 3,162 көбейту 10-ның -4 дәрежесі метр секунд жауап шықты. Түсінікті болды деп ойлаймын, балар. Дұрыстап, мұқият түсініп қарап, жазып отырып шығарамыз. 51-ші тапсырма. 51-ші тапсырма. Дене бір қалыпты шеңбер бойымен 2 секунд қозғалып 5 метр жол жүрді. Айналым периоды 5 секунд болса, центрге тартқышы үдеу дейді. Дене бір қалыпты шеңбер бойымен 2 секунд қозғалып 5 метр жол жүрді. Айналым периоды 5 секундқа тең болған кезде центрге тартқыш үдеу. Центрге тартқыш үдеу қаншаға тең болады дейді. Центрге тартқыш үдеу бізде омега квадрат r дедік. R бізде берілмеген. 2 секунд қозғалып 5 метр жол жүрді. 2 секунд қозғалып 5 метр жол жүрді десе, бұны тауып болады біз. 5-ті 2-ге бөліп 2,15 метр секунд екендігіне көз жеткіздік. Ары қарай бұны тапсақ, омеганы тауыбымызға болады. 2π бөлінген тмен. 6-да 28, 2-ні пиға көбейтіп жүргенде тымыз бізде 5-ге тең. 6-да 28 5-ге бөлсек 1,256 радиан секунд. Омега
немесе v квадрат бөлу r формуласымен шығарсақ болады. Бізде r берілмей тұр ғой. R берілмей тұр. 50 бірінші тапсырма, иә. Орнына. Так, балалар. Мына жерде бізде R керек болып тұр. Бізде R белгісіз. R-ді табудың жолын қарастырайық. R-ді табу үшін біз фиді қарастырайық. Бұрылу бұрышы. Бұрылу бұрышы бізде мына L-дің R-ға қатынасын береді. Және бұрылу бұрышының мынандай формасы бар. Омега тең бұрыштық жылдамдық, сол бұрылу бұрышының дельта F-ның дельта T-ға қатынасы ғой. Сонда біз омега арқылы өрнектейтін болсақ, біз оны омега T деп жазсақ болады. Осы формуладан R-ді табатын болсақ, L-ді біз омега T-ға бөлеміз. Сонда 5-ті бөлеміз, омегамыз 1,256. T-мыз 2. Уақыт қой себебі. Қазір есептеп көрейік. 1,256 көбейтеміз. 2,512. 5-ті 2,512 бөлеміз. 1,199 метр шығып, жоқтағанда 2 ғой. Так, 2. Ары қарай, мынаны кез келген формаға қоя саламыз. Мынаған қойсып шығарсақ болады. 2-де 5-тің квадраты бөлінген 2. 2-де 5-тің квадраты 2-де 2,125 бөлінген 2. Ой, ол 1,15-тің квадраты екен. 6-да 6,125 бөлінген 2. Сонда 3,125. Мына жерде біз жоқ таба алмағандықтан, қазір 1,99-ға бөліп көрейік. 6,25-ті 1,99-ға бөлейік. Сонда бізде 3,14 деген жауап шығады. 3,14. Мынаны 1,99 деп ала берейік. 3,14 деген жауап шықты. Келесі 52-ші тапсырма. 52-ші тапсырма радиус берілген 2 метр. Жылдамдық 4 метр секунд. Бұрыштық жылдамдықты табу керек. Омеганы табу керек. Вот тең омега R болса, омеганы тапсақ, біз оны R-ға бөлеміз. 4-ті 2-ке бөлеміз. 2 радиан бөлінген секунд. Келесі айналу өзін 20 см қашықтықтағы нүктенің сызықтық жылдамдығы 10 см секунд. Айналу өзінен 5 см қашықтықта сызықтық жылдамдық қанша дейді. Так. Айналу өзі деп отырғанымыздар ғой. Сонда біз омега 1 мен омега 2-ні теңестіріп шығара саламыз. V1-дің R1-ге қатынасы, V2-ның R2-ге қатынасы, бізге V2-ні табу керек. V2-ні тапсақ, R1 астында. R1 деген бізде 20 сантиметр. Сантиметрмен ала берсеңіздер болады, қысқарып кетеді қазір. Үстінде 10 көбейту 5. Қысқарды 5-ке бөлеміз. 2,15 метр секунд деген жауап шығады. Бүгінгі сабақ есептер шығару мысалдары осындай болды. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.